Сәлеметсіздер ме? Мен Мұнайлы ауданы номер 9 жалпы білім беретін мектептің география пәнінің мұғалімі Кереева Мадина Оңайбайқызы. Бүгін мен сіздердің назарларыңызға 11 сынып оқушыларына арналған номенклатураны есте сақтаудың 10 құпиясы тақырыбында тренинг сабағымды ұсынамын. География пәнде номенклатура тек қана атаулар жиынтығы емес, ол картаны түсіну, кеңістікті сезіну, дүниені жүйелі ойлау қабілеті. Үшін ең қиын бөлімдердің бірі ол дәл осы номенклатура. Көп жағдайда біз атауларды жаттауға тырысамыз, бірақ жатталған ақпарат тез ұмытылады. Сондықтан да мен бүгінгі сабақта оқушыларға жаттауды емес, жүйелі есте сақтауды үйретуді мақсат еттім. Бұл тренингте мен нақты ұмыт форматына бағытталған стратегияларды ұсынамын. Менің басты мақсатым оқушыларға тек атауды білу емес, картаны оқи алу қабілетін қалыптастыру. Бүгінгі тренингте оқушылармен осы номенклатураны қиын бөлім емес, жеңіл меңгеретін жүйе ретінде қабылдайды деп сенемін. Ендеше кеттік. Номенклатураның есте сақтаудың 10 құпиясына тоқталатын боламын. Бірінші құпия ол картаны күнделікті көру. Картаны біз ең алдымен 7-ші, 8-ші, 9-ші сыныптың атлас картасын алуымыз керек. Және де карта бөлмемізде, сынып бөлмесінде, барлық жерде біз күнделікті көріп жүруіміз керек. Географиялық нысанды карта бойынша табу. ұбт-да картамен көптеген сұрақтар келеді. Егер біз картаны жақсы білетін болсақ, онда біз 40-тан жоғары балл алатынымызға сенімдіміз. Суретте көрсетілген елдің астанасы. Осылай сұрақ болып келуі мүмкін. Мысалы, мынау Индонезия болса, Индонезияның астанасы Джакарта қаласы екенін сіздер осы картаны жаттау арқылы білетін боласыздар. Келесіде мына суретте көрсетілген елдің байырғы халқы дейді. Егер біз осы Аустралия материгінің сұлбасын жаттап алатын болсақ, онда бізге бұл сұрақ ешқандай қиындық туғызбайды. Келесі екінші құпия бұл ассоциация әдісі. Бұл ассоциация әдісі миыңның супер күші. Қиын атауларды біз таныс сөздермен байланыстырып айтуымыз керек. Мысалы, Атакама бізге қиындық туғызама, оны Атакамера немесе құрғақ шөл деген сияқты есте сақтауымыз керек. Келесі құпия, үшінші құпия, контур картаға белгілеу, 5 рет белгілеу, ұзақ мерзімді жады. Егер қате жіберетін болсам, оны қайта түзету. Аптасына бір материк жаттау, ол біздің географиялық номенклатурады есте сақтауға көмектеседі. Оңтүстік Америка жағалауын шайып жатқан мұхиттар, ағыстар, теңіздер, түбектер, шығанақтар, бұғаздар, аралдар, таулар, ойпаттар және олардың ішкі сулары. Келесі төртінші құпия бізде топтастыру әдісі. Бұл тақтаға жазылады. Африка өзендері, Азия таулары, Еуропа астаналары. Оқушылар осыларды топтастыра отырып жаттайтын болады. Бұл ми ақпаратты блокпен жақсы сақтайды. Оқушылар топтасып жұмыс жасайды. Бізде 5-ші құпия ол 3 деңгейлі қайталау жүйесі. 1 күннен кейін, 3 күннен кейін, 1 аптадан кейін біз үнемі қайталап отыратын болсақ, ол ұмытуды болдырмайды. Келесі құпияға назар аударыңыздар. 6-шы құпия бұл елестету. Елестету чемпиондардың әдісі. Көзіңді жұм, Қазақстанды елестет. Батысында Каспий, шығысында Алтай, оңтүстігінде Тянь-Шань таулары деген сияқты біз жаттайтын болсақ, ми суретті сөзден қарағанда жақсы сақтайды екен. 7-ші құпия ол 5 нысан әдісі. Күніне тек 5 нысанды жаттау. Бір айда 150 нысанды біз жаттай аламыз. Аз, бірақ тұрақты түрде жаттауға кеңес беремін. 8-ші құпияға назар аударыңыздар. Бұл жерде дыбыстап айту, естіген ақпаратты жақсы сақталады. Бір-біріне сұрақ қою, жұппен жұмыс. Яғни бір оқушы айтады да, екінші оқушы оны картадан табады. Сол кезде оқушылардың есінде жақсы сақталады. 9-шы құпия карта бойынша саяхат. Мысалы, Қазақстан, Ресей, Орал, Батыс Сібір жазығы, Енисей деген сияқты логикалық маршрут құру. Келесі 10-шы құпияға қарайық. ұбт форматымен жұмыс. Бұл жерде тестпен тексеру, 5 тест сұрағы, 3 минут
бұл жылдамдық пен дәлдікті тексереді. Номенклатура жай ғана сөз емес, табиғаттың құпиясын ашатын белгі. ұбт-да 5-6 сұрақ міндетті түрде номенклатурадан келеді. Бұл сенің оңай балың. Сен карта жаттай алмайтын оқушы емессің. Сен жүйесіз дайындалған оқушы болуың мүмкін. Жүйе болса, нәтиже болады. Тұрақтылық болса, 40+ балл болады. Карта жай ғана сурет емес, карта сенің ойлау қабілетінің көрсеткіші. Сау болыңыздар.